Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы болашақ энергиясы. Төртінші тапсырма. Оқылым, айтылым тапсырмасы. Мәтінді оқып, түсінгендеріңді қазақ тілінде айт. Алтыншы тапсырма. Айтылым тапсырмасы. Суреттер мен сөз тіркестерін пайдаланып, балама энергия өндіру, оны пайдалану туралы ойыңды айт. Берілген тірек сөздер дәстүрлі емес, балама, улау, қоршаған орта, жаңашыл, қатер, жылыту. Бағалау парағы. Мәтінді түсініп оқып, қазақ тіліне аударады. 2 ұпай. Суреттер мен тірек сөздерді пайдаланып, балама энергияны өндіру туралы өз ойларын айтады. 2 ұпай. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтайды. 1 ұпай. 11-ші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қой. Берілген қажетті сөздер: қоры, балама, дәстүрлі емес, уламайды, қатер. Бірінші сөйлем. Әлемде шикізат азайды, экологиялық апат көбейді. Ғалымдар энергия өндіру үшін ғылыми зерттеулер жүргізіп жатыр. Үшінші сөйлем. Балама энергияны қажетті сөздерді аламыз, қуат көздерінен алады. Төртінші сөйлем. Ол қоршаған ортаны, қажетті сөзді көп нүктенің орнына қоямыз. Бесінші сөйлем. Балама энергия экологияға қажетті сөзді қоямыз, келтірмейді. 12-ші тапсырма. Жазылым тапсырмасы. Мәтіндегі ақпаратты пайдаланып, 10-12 сөйлемнен тұратын шағын мақала жаз. Бағалау парағы. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазады. 2 ұпай. Мәтіндегі ақпаратты пайдаланып, шағын мақала жазады. 2 ұпай. Мәтіннен негізгі ойды таба алады. 1 ұпай. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.